Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай пинеткаға, кедыға арналған табанның екінші түрін тоқып көрсеткім келіп тұр. Менде бірінші түрі кедыға арналған мастер-классым бар каналымда. Сонда көрсетілген. Ол мастер-классты каналыма тіркеліп көре аласыздар. Мынау екінші түрі пинеткаға арналған. Бұл да кедыға келе береді. Екінші түрін тоқып көрсеткім келіп тұр. Бұл 4 айдан бастап 7-8 айға дейін киюге арналған. Және де сіздер бұл видеоны көрсеңіздер, кез келген размерге тоқи алатын боласыздар. Видеоның соңына дейін көрмес бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюларыңызды сұраймын. Мен бұл табанға осындай жіпті пайдаландым. Бұл 100% акрил жібі. Жазға арнап тоқыдым. Қатты қалың емес. 100% акрил деп жазып тұр жерде. Және де бізге қандай номерлі крючок біз таңдау керекпіз десе, осы жіптің этикеткасына жазылып тұр. Міне мысалы, крючок 3/5-4. Яғни спицаның суреті тұр. Демек, екеуіне де келе береді деген сөз. Крючокқа да 3/5-4, спицаға да 3/5-4 номерлі крючоктарды таңдаймыз. Осындай әдемі табан шығады. Ендеше бастаймыз. Ең бірінші біз 17 петля теріп аламыз. Түйіншек жасап аламыз бастапқыда. Осылай. Міне түйіншек жасап алдым. Осыдан кейін 17 петля тереміз. Біреу, екеу, үшеу, 14, 15, 16, 17. Міне 17 петля теріп алдым. Енді мына бірінші қатарды тоқимыз. Мына жерден бастап мені осы жерге келіп тоқтадым. Осы жерден былай қарай кетеміз қазір. Бірінші қатарын тоқып шығамыз. Ол үшін мына крючоктың бойындағы ілмекті есептемейміз. Одан кейін 3 ілмек санаймыз. Сол үшіншісіне без накид тоқимыз. Міне біріншісі, бір, екі, мына үшіншісіне без накид тоқимыз. Без накид алынды. Екіншісіне тағы да без накид. Без накид деген былай жіпті іліп алмаймыз. Бірінші. Өзін кіргіземіз де, ілмегімізді алып шығамыз да, екеуіне бірге өткіземіз. Екеу болды. Осылай 7 без накид тоқып шығамыз. 6, 7. Міне 7 тоқып шықтық. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді мына жағында 8 ілмек қалу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді біз мына жағына 7 ілмек столбик с накидін тоқимыз. Қалған 8-ші бір ілмекті басқа жағып тоқимыз. Ең бірінші 7 ілмекті тоқып аламыз. Накидпен дегеніміз былай жібімізді іліп аламыз да. Ілмекке кіргізіп осылай үшеуін қатар шығарамыз ғой. Үшеуін кіргізіп. Осының бастапқы екеуінен бірінші өткізіп аламыз. Екеу қалды, соңғы екеуінен шығарамыз. С накидім деген осылай міне. Біреу кетті. Екеу міне. Үшеу,
алтау, міне жетінші соңғысын аламын, жетеу. Соңғысы жетіншісін аламын, міне жетіншісін алдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осылай болып шығу керек. Енді 8-шісіне, 8 соңғысы қалды ғой, міне. Ол соңғыға 7 столбик с накидом аламыз. Біріншісі кетті, біреу. Екеу. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Алтау және жетеу. Міне, жетеу іліп алдық. Осылай болып дөңестеніп шығады. Мына жері міне. Осы жерден біз жетеу алдық, міне бастапқыда. Жетеу алдық, енді келесін жаңағы алдындағыдай қайталап шығамыз. 7 столбик с одним накидом, одан кейін 7 без накид. Біреу. Екеу, міне. Осылай 7 столбик с накидын тоқып шығасыздар. Міне 7 столбик с накидым тоқып шықтым. Мына жақта бастапқыдағы 7 столбик с накидын тоқыдық қой, соны қарама-қарсы жағында қайталап шықтық. Енді бастапқыдағы жібімізді осылай арасына тоқып кетулеріңізге болады, білдіртпей. Келесі тағы да 7 без накид тоқимыз. Біреу. Екеу. Алтау. Жетеу. Міне. Жетеу тоқып шықтық, иә? Осындай болып шығу керек. Ең басында 17-ші петлядан 14-ші петляға без накид алған кезде ана жерде қабырғасы қалады. Осы қабырғасына қазір біз соңғы тоқып отырған кезде байқасаңыздар, өз көрініп тұрады, міне. Мына жерде тұр, міне. Осы жерге қазір біз 4 без накид тоқимыз. Соңғы қабырғасы, міне. Тоқыған кезде өзі көрініп тұрады. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, міне. 4 без накид тоқыдық та, былай бұрып алдық. Енді бастапқы ілмекпен, мына жердегі ілмекпен, міне, бастапқысына біріктіреміз, міне. Ең бастапқы ілмек былай айналып келіп, 14-ші ілмекте тұр ғой, осы жерге біріктіреміз. Осылай біріншісінен бір шығарамыз, соңғысынан осылай бір шығарамыз. Міне, бірінші қатарымыз біздің тоқылды. Міне, осылай болып шығады.
Бірінші қатарымыз тоқып шықты. Қазір енді екінші қатарын тоқимыз. Екінші қатарын тоқу үшін сіздерге мен былай көрсетіп шығайын. Міне, егер шатасып кетемін десеңіздер, осылай сызып алуларыңызға болады. Ең бастап қалған түйіншегіміз, одан кейін 17 ілмекті осылай жазып қойдым мен. 17 ілмекті санамаймыз. Мына 16 ілмектен кейін 3 петля санаймыз міне. Біреу, екеу, үшеу. Үшіншісіне без накид алып бастаймыз міне. Біреу, міне осы жерге без накид. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу міне. Осы 8-ге келгенде без накид аламыз міне. Осылай без накид аламыз. Келесі, мына жерде 8 ілмек қалды дедік міне ақа. Соның жетеуіне столбик с накидым аламыз да, қалғанына мына бастапқыдағы түйіншегімізге 7 столбик с накидым алып шығамыз. Ол жері мынау міне. Осы жер. Жетеу міне. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Осылай жетеу алып шықтық деп өздеріңізге ыңғайлы, өздеріңіздің түсінетіндей қылып жазып алуларыңызға болады. Енді тағы да келесіде қайталағанда мына жерге 7 ілмек тоже столбик с накидым тоқисыздар. Мына жерден мына жерге дейін міне столбик без накид тоқимыз. Келесі соңғы мына жерде 1 ілмек қалады. Шет жағында осылай біреу қалып қалады. Бұл жерге 4 без накид тоқимыз. Бірінші қатар міне осылай аяқталатын. Мына бірінші қатар деп қояды. Менің өзіме осылай жазып отырған ыңғайлы. Шатаспаймын сонда. Енді екінші қатар тоқу үшін жазып қоям тағы да. Тағы да осылай мына жерден бастап аяғына дейін 16 столбик с накидым тоқимыз. Қазір сіздерге оны көрсетемін. Енді екінші қатарға өту үшін бізге көтеруіміз керек. Ол үшін 3 воздушный петля көтереміз. Не? Біреу, екеу, үшеу. Үшеу көтердік. Енді накидпен 16 столбик с накидым тоқимыз. Әр петлядан бір-біреуден. Біріктірген жерден түбінен тағы біреу аламыз. Егер бұл жерден алмай, мына жерден алып кететін болсақ, былай міне. Мына жеріміз тесік болып қалады міне. Сол үшін ең бастапқыда біріктірген жерімізден тағы бір столбик с накидым алып жереміз. Міне осылай. Екеу болады. Ары қарай әр петлядан бір-бір столбик с накидым алып шығамыз. Міне. Мына бастапқыдағы 3 воздушный петля көтердік қой. Оны да санаймыз. Мына соның түбінен тағы біреу алдық қой. Оны да санаймыз. Міне 3 болды. Осыдан кейін 13 тоқимыз. Сонда барлығы 16 столбик с накидым шығады. Мына жерге келгенше міне. Мына жерге келгенше 16 болу керек. Мына кругтың іші басталмай тұрып 16 столбик с накидым шығу керек. 3 кетті. Төртеу. Міне 16 столбик с накидым тоқып шықтық. 16-шы ілмек міне мына жерде кругтың ішіне бастапқыда 7 столбик с накидым тоқыдық қой. Осы жерге келгенше тоқимыз міне. Сонда 16 ілмек болады. Өздеріңіз санап отырып тоқысаңыздар болады. Мен уже білемін мына жерге келгенде 16 болғанын. 3, 6, 9, 10, 13, 16 міне. Мына жерде уже кругтың ішіне басталатын 7 столбик с накидым тұр. Енді осы жерден бастап біз әр петляға 2-2-ден тоқимыз. Барлығы 10 петля болуымыз керек. Яғни, мына жерде тұрған 5 петляға әр біреуіне 2 столбик с накидым тоқимыз. Яғни, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Осы жерге, осы 5 петляға әр қайсына 2 столбик с накидым тоқимыз. Біріншісін көрсетейін сіздерге. Біреу,
тағы сол жерден екіншісін аламыз. Міне, бір петляға екеу алынды. Міне, тағы да келесі петляға тағы да 2 столбик с накидын тоқимыз. Біреу, екеу, екеу бір алынды, екеу бір алынды. Үшеу, төртеу. Міне, мына екеуі де бірге алынды. Жетеу, сегіз. Міне, екеуі бірге алынды тағы да. 9, 10. Осылай 10 алып шығамыз. Мына жерге дейін келмейміз. Мүмкін мына жерге дейін келеміз деп ойлайды кейбіреулер. Аяқталмай қалды деп. Бірақ о жерге дейін келмейміз қазір. Көрсетем. Если о жерге дейін келетін болсақ, мына жақтағы 16 петлямыз шықпай қалады былай қарай тоққан кезде. Сосын екі жағы екі түрлі болып қалады. Сол үшін бастапқыдағы 7 петля алдық қой, соның 5-еуіне әр қайсына 2 столбик с накидымнан аламыз да 10 тоқимыз. Міне, мына жерден басталып тұр. 2, 4, міне, 6, 8, 10. 10 болды. Енді келесінен бастап 16, бастапқыдағы 16 столбик с накидын тоқимын. Міне мен 16 қатар тоқып шықтым. Жаңа мына жерден айналдырып 10 петля алдық қой. Осы жерден бастап мына жерге дейін 16 столбик с накидым алып шықтым. Енді мына жерде міне ең соңында 3 петля қалу керек. Міне 1, 2, 3. Енді бұл 3 петляға былай тоқимыз. Ең бірінші петляға 3 столбик с накидым тоқып шығамыз. Ол деген накид тіліп аламыз біреу. Сол ілмекке кіргіземіз де біріншісін аламыз. 3 тоқимыз. Тағы да накид тіліп алып, сол ілмекке екіншісі кетті. Міне, тағы да сол петляға үшіншісі кетеді. Бірінші петляға 3 столбик с накидым тоқимыз. Міне, 1, 2, 3. Келесі екінші петляға 4 тоқимыз. Осындайдың 4 тоқимыз. Сонда біздің табанымыз мынау сияқты болып, міне осы сияқты болып былай айналып шығады. Біреу тоқыдым. Келесі екіншісін тоқимын. Үшіншісі кетеді. Төртіншісін тоқимын. Міне, 4 тоқып шықтым. 1, 2, 3, 4. Келесі соңғы үшінші петляға жаңағы бірінші петляда 3 столбик с накидым алдық қой, сол сияқты 3 аламыз. Біреу, екеу, үшеу. Міне 3 алынды. Енді бастапқыда 3 воздушный петля көтердік қой біз екінші қатарға өтетін кезде, соның мына үшіншісіне не өзі көрініп тұрады. Бай қолды қойған кезде мына үшіншісіне әкеп жалғаймыз. Өткіземіз. Соңғы петлядан да өткізіп екінші қатарды аяқтаймыз. Міне біздің екінші қатарымыз аяқталды. Енді мына үшінші қатарды тоқимыз. Барлығы негізі 3 қатардан тұрады. Үшінші қатарды тоқу үшін тағы да 3 воздушный петля аламыз.
біреу, екеу, үшеу. Тағы да сол біріктірген жерімізде міне түбінен біреу аламыз. Жаңа алдыңғы жағында айттым, түбінен алу керек міндетті түрде. Егер алмасақ, мына жер тесік болып қалады. Енді тағы да осы екеуін қосқанда мына жерге дейін 16 столбик с накидым тоқып шығамыз. Жаңағы екінші қатардағыдай 16 столбик с накидым тоқимыз. Міне мен 16 столбик с накидым тоқып шықтым. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16 болды. Енді алдыңғы қатарда біз мына жерде 10 ілмек алдық, я? 10 ілмек, бір ілмекке екеуден алдық та, барлығы 10 ілмекті алып шыққанбыз. Міне біреу, міне екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі. Әрбіреуінде екеуден сонда 10 болады. Енді біз осы бірінші ілмекке екеу тоқимыз. Накид іліп аламыз. Бірінші ілмекке екеу тоқимыз. Біреу, екеу. Яғни жіп қосамыз деген сөз ғой, прибавка жасаймыз. Жіп қосу арқылы біздің мына табанымыз былай дөңгеленіп шығады. Осылай. Егер жіп қоспайтын болсақ, табанымыз былай алдыға қарай киіліп қалады. Аяқ киім сияқты көтеріліп кетеді. Сол үшін прибавка жасаймыз. Яғни жіп қосып отырамыз. Осы екі жақ жанына келгенде. Мына жағына, сосын мына жағына. Екеу болды. Келесісіне біреу тоқимыз. Осылай екі рет қайталаймыз. Біріншісі кетті, енді екіншісін тоқимыз тағы да. Біреу, екеу. Екеу тоқыдық, енді келесі ілмекке біреу тоқимыз. Болды міне. Осылай екі рет қайталадық. Екеу, біреу, екеу, біреу. Енді мына ортада тұрған екеу тұр ғой. Осыған 3-тен тоқимыз. Яғни біреуіне 3 столбик с накидын тоқимыз. Біріншісі кетті. Екіншісі кетті. Үшіншісі кетті. Міне, бір ілмекке 3 тоқыдым. 1, 2, 3. Деп шығарып алайын. Келесі ілмекке тағы да 3 ілмек тоқимыз. 3 столбик с накидын тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Міне 3 тоқыдық келесіне де. Ортаңғы екі ілмекке 3-тен тоқыдық. Міне 1, 2, 3. Мына жерде де міне 1, 2, 3. Енді келесі де мына жақ басында біз ең басында екі ілмекті бір ілмектен екеуін алдық, енді керісінше бірінші біреуді алып аламыз. Бірінші ілмекке. Келесісіне екеу аламыз. Біреу, екеу. Яғни бір-біріне қарама-қарсы. Мынада екеу алып бастасақ, мына жақта қайталағанда екеумен аяқталу керек. Сол үшін кері айналдырамыз. Бірінші біреуін аламыз, мына ортасынан кейін. Енді тағы да біреу аламыз. Келесіне екі ілмек қатар аламыз. Тағы сол жерден екеу, екіншісін аламыз. Міне, сонда барлығы 18 ілмек. Міне, сонда барлығы 18 ілмек шықты. Міне, екеуден басталды. 1, 2, біреу, 1, 2, біреу. Алтау, мына жерде 3 тұр міне. 7, 8, 9. Мына жерде тағы да 3 тұр ортасындағы екі ілмекте.
10, 11, 12. Мына жерде біреу, 13, 14, 15, екеу, біреу, екеу. Сонда барлығы 18 ілмек шығады. Енді келесі мына 3 ілмек қосқан жерге дейін, мына жерге дейін 16 столбик с накидін тоқып шығамыз. Жаңа мына жақта да біз айналдырып прибавка жасадық, яғни жіп қостық. Бірінші ілмекке 3 алдық, екінші ілмекке 4, үшіншісіне 3. Осы жерге келгенше 16 столбик с накидімді тоқып шығамыз. Мына жақ қатардағы сияқты қарама-қарсы жағында бірдей тоқып шығамыз. Міне мен 16 столбик с накидін тоқып шықтым. Енді мына аяғында 10 ілмек қалу керек. 10 ілмекті де тура жаңағында тоқимыз. Екеу, бір ілмекке, бірінші ілмекке екеу аламыз, 2 столбик с накидім аламыз, екіншісіне біреу, екеу, біреу. Осылай 4 ілмек тоқып шығамыз. Келесі ортадағы 2 ілмекке енді бұл жерде 2 столбик с накидімнен тоқимыз. Яғни мынаған екеу, мынаған екеу. Мына жақта ортасындағы да 3 столбик с накидім болды ғой. Міне, осы екеу. Ал мына жақта 2 столбик с накидін тоқимыз. Ең әуелі 4-еуін тоқып шығайық қазір. Бастапқысына 2 столбик с накидін тоқимыз. Бастапқы бірінші ілмекке. Біріншісі міне. Дәл сол жерге тағы да екіншісін аламыз. Екіншісі. Енді келесісіне біреу аламыз. Міне. Екеу, біреу. Тағы да келесі ілмекке, үшінші ілмекке 2 столбик с накидім аламыз. Біреу, екеу, төртіншісіне біреу аламыз. Бастапқы 4 ілмекке осы алып шығамыз. Біріншісіне 2 столбик с накидім аламыз. Одан кейін біреу, одан кейін тағы екеу, біреу. Енді ортасында міне 2 ілмек бар. Соған әр қайсысына 2 столбик с накидінен алып шығамыз. Біреу, тағы сол жерге екеу. Міне. Келесі ілмекке тағы да біреу, екеу. Міне. Әр қайсысына екектен алып шықтым. Біреу, екеу, біреу, екеу. Енді қарама-қарсы жағын бастапқыдағы сияқты оқимыз. Біріншісіне біреу аламыз. Себебі мына жақта екеудің кейін міне біреу тұр. Келесісіне екеу аламыз. Біреу, екеу. Тағы да біреу аламыз. Соңғы ілмекке 2 столбик с накидім аламыз. Яғни қалай басталды, прибавка жасау солай аяқталу керек. Міне, екеу алдық. Енді мына бастапқы 3 воздушный петля көтердік қой. Сол мына үшіншісіне әкеп біріктіреміз. Міне, осылай біріктіріп шығамыз. Не біздің табанымыз дайып. Аламыз да былай түйіншек жасауға болады. Егер ары қарай тоқымаймын десеңіз де, бірақ ары қарай пинетке тоқып шығуға болады. Осында 2 табан шықты. Өте әдемі, бір жағынан бұл оңай. Екінші табан тоқудың екінші түрі. Менде бірінші түрі бастапқыда айттым, килды тоқу мастер-классы бар. Сонда табанның бірінші түрін тоқылу бар. Егер сіз бұдан шамалы кіші размерге тоқимын десеңіз, мына жерде бастапқыда біз 17 ілмек алдық қой. Сол 17 ілмектің санын азайтасыз. Может 15 қыласыз. Мүмкін 10 қыларсыз, мүмкін 13 қыларсыз. Солай азайтып алып тоқи беруіңізге болады. Басқа жері тура осылай. Ешқандай өзгеріс тоқисыз. Размерін үлкен не кіші еткіңіз келсе, сол бастапқы алатын
петляларды азайтып немесе көбейтулеріңізге болады. Міне осындай әдемі табандар шықты. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер, менің каналыма тіркеліп қоюды сұраймын. Және видеоға лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сіздермен болған Алуа.